Сәлеметсіздер ме? Біз Арал қаласы Қарлығаш бөбекжай бақшасы Дана бала тобының тәрбиеленушісі. Мен Нариманмын, мен Бегмаймын. Осы балалармен бүгін зерттеу жұмысын өткіземіз. Зерттеу жұмысының тақырыбы өсімдіктер. Балалар, өсімдік деген не? Тірі табиғат. Дұрыс, тірі табиғат. Ал тірі табиғат не істейді, Бегмай? Өседі, көбейеді, су құйса өседі. Ішінде, жапырақтың ішінде қандай тіршіліктер жүреді екенін, қандай ішінде, жапырақтың ішінде қандай жасушалар бар екенін көруге мен осындай сендерге зерттеу құралын алып келдім. Бұл құралдың аты микроскоп. Қараңызшы балалар, бұл микроскоп өте пайдалы құрал. Бұлмен майда жасушаларды көруге болады. Қауіпсіздік ережесін айтып жіберейін. Бұл жерде еш жерді ұстауға, қимылдатуға болмайды, иә? Мына жерде екі винтім бар. Винтті жайлап, осылай жақындатып, қимылдатып көруге болады екен, иә? Үстінен осындай көзі бар, көзінен көреміз. Жарайды ма? Қазір мен сіздерге дайындап беремін. Зерттеу жұмысына дайынбыз ба? Иә. Ондай болса, қазір мен талдың кесіндісін көрсетемін сіздерге. Ішінде не бар екенін, қандай екенін, қандай түс екенін, не болып жатқанын көре аласыңдар. Дайынсыңдар ма? Кел, Нарима. Және енді үстінен қараймыз. Күшті. Қандай түс болып тұр екен? Айтыңызшы. Түсті. Балалар, мынау гүлдің жапырағы, иә? Қазір осыны салып, микроскопқа салып көрейік. Ішінде қандай тіршілік ететін жасушалар бар екен. Дайындап қойдым. Жайлап қарайға. Көрініп тұр ма? Мынаны айналдыруға болады, жайлап қолымен айналдырсаң да болады. Не көріп тұрсың? Майда. Не? Тамшылар. Тамшылар, аха. Түсі қандай екен тамшылардың? Қызыл. Әдем болып тұр ма? Ұнап тұр ма? Күтте тамшылар көріп тұрмын. Тамшылардың түсі қандай екен? Сары, қызыл, ақ, күлгін. Олар қалай тұр екен бір-біріне тамшылар? Алыс тұр ма, әлде жақын тұр ма? Жақын. Жақын тұр бір-біріне, иә? Иә. Жасыл түсті. Не бар екен? Кішкентай тамшылар. Күтте тамшылар. Қандай екен түсі? Жасыл. Барлығын түсі бірдей жасыл ма екен? Иә. Иә, барлығында түстері жасыл екен тамшы. Балалар, бүгінгі зерттеу жұмыс ұнады ма сіздерге? Иә. Жарайсыңдар, маған да ұнады. Енді біз өсімдіктерді қалай өсетінін білдік, иә? Қалай өседі өсімдіктер? Айтыңдаршы. Су құятын тамырдан бастап жапыраққа дейін барады. Жарайсың. Сумен өсімдіктер өседі екен. Тамырдан бастап су жапыраққа дейін барады екен. Нариман, саған не ұнады бүгінгі зерттеу жұмыста? Микроскоп ұнады. Жарайсың. Бегмай, саған не ұнады? Гүлмен жапырақтың ішіндегі тамшылар ұнады ма? Иә. Тамшылардың түстері ұнады ма? Жарайсың. Тамшылардың түстері ұнаған екен. Рахмет сіздерге. Осымен сау болыңыздар.